Сәлем достар, микрофонда Есенбаев Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен кірістірілген функциялардың ішіндегі логикалық операторлармен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен текстовый, математический функциялармен танысқан болатынбыз. Бүгін біз логикалық элементтермен танысамыз. Логикалық элементтерді пайдаланудан бұрын біз негізгі салыстыру операторларын білуіміз керек. Кіші немесе тең, үлкен немесе тең деген сияқты. Бірден мысалға көшейік. Сандарды салыстыр тең командасы. Яғни кез келген уақытта біз формула жазатын кезде тең батырмасын басамыз. Ешқандай логикалық функцияны шақырмай, біз бар болған ұяшықтарды салыстыра аламыз. Яғни мына ұяшық үлкен болатын болса, мына ұяшықтан. Яғни жауап истина немесе ложно деп беруі мүмкін. Enter. Бізге ақиқат деп береді. Астына тартамыз. Салыстырмалы болып көшіріледі. Лож, истина, лож, истина. Яғни шарт бізге үлкен болғанда. Кіші болғанда деп берейік. Бұл бізде лож. Ары қарап тартамыз. Мен истина, лож, истина. Демек, шартты жазуда біз қарапайым тең операторын пайдалана алады екенбіз. Келесі функция бізде және, оның негізгі атауы и. Теңді басамыз. И былай деп айтайық. Мына ұяшық тең болатын болса, мына ұяшыққа нүкте. Яғни біріншісі екінші тең болатын болса, и біріншісі тең болатын болса, үшіншісіне тақшаны жабамыз. Онда бұл ақиқатты береді. Неге? Өйткені бір екіге тең, бір үшке тең. Енді осыны салыстырмалы түрде астына тартатын болсақ, мұна бізге ложный болады. Себебі біріншісі екіншісіне тең емес, біріншісі үшіншісіне тең емес. Екеуі де жалған. Келесі біріншісі екіншісіне тең емес, біріншісі үшіншісіне тең емес. Бұл да лож болады. Келесі біріншісі екіншісіне тең, біріншісі үшіншісіне тең. Бұл истинаны береді. Біріншісі екіншісіне тең емес, бірақ біріншісі үшіншісіне тең. Екеуі екі түрлі болғандықтан бұл бізде ложный болады. Және біріншісі екіншісіне тең емес, біріншісі үшіншісіне тең емес. Бұл да лож болады. Яғни и деген міндетті түрде екі шарт беретін болса, қазір екі ақ шарт қой, екеуі де ақиқат болса ғана бұл бізге ақиқатты береді. Үшінші немесе. Тура осылай бұл жерде әйтеуір біреуі тең болса болды. Мысалға, мына мен мынау тең болды, яғни береді. Мынау тең емес. Мына мен мынау да тең емес. И так далее. Давайте жазып көрейік. Тең. Тең. Или. Мына ұяшық тең болатын болса, мына ұяшыққа. Нүкте. Біріншісі екіншісіне тең болатын болса. Или немесе. Біріншісі. Енді өзіңіз білесіз ғой, неге салыстыру керектігін. Мынаған тең болатын болса, яғни екі шарттың біреуі ақиқат болса болды, программа истинаны береді. Қазір мынау ложный береді, себебі бір екіге де тең емес, бір үшке де тең емес. Бұл бізге ложный береді. Бір екіге де тең емес, бір үшке де тең емес. Бұл бізге ложды береді. Бір екіге тең, бірақ бір үшке тең емес. Әйтеуір біреуі иә ғой, сол үшін бұл истинаны береді. Соответственно, біріншісі екіншісіне тең емес, бірақ біріншісі үшіншісіне тең. Бұл бізге истинаны береді. Біріншісі екіншісіне тең емес, біріншісі үшіншісіне тең емес. Бұл бізге ложды береді. Яғни қарапайым сандарды салыстыруда және немесе функцияларын біреулеп қолданған кезде осылай ешқандай логикалық операторға өтпей пайдалануға болады екен. Енді шын шартты операторға көшейік. Ол бізде логический, қазірше біз если операторлармен танысайық. Бізге бүйтіп айтар, если функциясы арқылы енгізілген сан оң ба, теріс па анықта дейді. Яғни мен мұнда бір сан енгізем. Осы сан оң ба және теріс па екен анықтауым керек. Мына үшеуін объединить ете салайын. Сөйтеміз де формулаға өтеміз. Енді логическийға барамыз да если функциясын басамыз. Егер аргументтерге қарайтын болсақ, мына ұяшық. Енді осы жерге шарт жазалам. Үлкен болатын болса 0-ден, онда значение если истина. Яғни шарт ақиқат болғанда нені шығарғыңыз келеді деп сұраптар. Мен оған айтамын, что оң деп жазам. Әйтпесе мұнда теріс деп жазуым керек. Сонда программа салыстырады. Егер ақиқат болса ияны береді, оңды береді, жалған болса теріс те береді. Но менде оң -5 дейтін болсам, бұл менде қазір теріс болуы керек. Вот мінекей, бұл менде теріс болды. Сонда бұл біз логический операторды жазып
қолмен жаздық, яғни дайын функцияны пайдаландық. Егер олай керек емес дейтін болсаңыздар, онда қолдан жазсаңыздар болады. Ол үшін тең, одан кейін если тапты басамыз. Мына ұяшық үлкен болатын болса, 0-ден түрнікте, яғни бұл шарт бітті. Енді ақиқат болғанда нені шығарғыңыз келеді? Тырнақшаға деп жазам. Бұл жолы ағылшынша жазайын. Бұл шарт ақиқат болғанда шарты бітті. Енді жалған болғанда жоқ. Тырнақшаны жабам, жақшаны жабам. Тырнақша, жақшаны жабамды, энтерді басам. Мінеге ияны берді, әйтпесе жоқты береді. Сандарды салыстыр егер командасын пайдаланып. Енді өздеріңіз біліңіздер, қолдан жазасыздар ма, или логический операторды пайдаланасыздар ма? Ал мен логический оператордың ішіндегі еслиді пайдаланамын. Егер мына оператор, мына ұяшық үлкен болатын болса, мына ұяшықтан, онда мен үлкен болатын болса, үлкеннің операторын жазамын, әйтпесе кішінің операторын жазамын. Қазір менде 5, өйткені 5 үлкен, мынадан менде 9 шығады, мынадан менде 2, мынадан менде 10-ның өзі шығады, мынадан менде 12, мынада 8 шығады. Мінекей салыстыру оператордың, если операторын пайдаланып шығардық. Келесі. Шарт операторды біз білеміз, бұл бір ғана шарт. Егер көп шартты салыстыру керек болатын болса, онда если множество деген операторды пайдаланамыз. Мынандай бір сөздер бар екен, сынақтан өтті, сынақтан өтпеді. Екі ғана сөз бар, осы екеуіне көп шартты пайдаланамыз. Есенбеков сынақтан өтті, Байсейіт өтпеді, Сақы өтті, Тастанбек өтті, Бөртай өтті, Саттар Ходжаев өтпеді. Осыған байланысты енді біз емтиханға жіберіледі ма, жіберілмейді ма, соны жазайық. Логический, если mn, если множество, біз бүйтіп айтамыз, мына ұяшық тең болатын болса, str-ға, str менде ішіне жазамын, мына сөзді. Сынақтан өтті болатын болса, онда болғандағы жауабы рұқсат алды. Немесе кез келген мәтінді жазуға болады. Сынақтан өтті, емтиханға рұқсат берілді ол адамға. Енді бұл бірінші шарт бітті. Екінші шарт. Логический проверка номер 2 дейді. Біз не дейміз? Осы мәтін тең болатын болса, ішіне жазамыз. Сынақтан өтпеді болатын болса, онда рұқсат берілмеді деп жазамыз. Рұқсат берілмеді. Сонда арғырып логический оператор 3-ті жазып кете беруге болады екен. Қазір мен окейді басамын. Рұқсат берілді, өйткені сынақтан өтті. Арғырап Байсейіт сынақтан өтпеді, рұқсат берілмеді. Мыналарға беріледі, ең соңына берілмейді. Тартамыз. Рұқсат берілмеді. Бұл бізде 2 оператор болғанда. Логический, если mn, если мына ұяшық тең болатын болса 5-ке, онда өте жақсы. Келесі проверка. Егер мына ұяшық тең болатын болса 4-ке, жақсы. Келесі логический проверка. Егер мына ұяшық тең болатын болса 3-ке, онда бізге арғарап, вот бәсе астында екен ғой. 3-ке тең болатын болса қанағаттанарлық. Егер 4-ші условиям тең болатын болса 2-ге, онда астына түсем. Если значение истина 4 болатын, 2-ке тең болатын болса, онда қанағаттанарлықсыз деп жазамыз. Окей. Қазір менде қанағаттанарлық, менде қ деген әріп қалыпты, өзгертейік. 3-ке тең болса қанағаттанарлық. Окей. Мынау бізде 5 өте жақсы болады. Мынау бізде қанағаттанарлықсыз болады. Мынау бізде жақсы болады. Мынау бізде өте жақсы болады. Мынау бізде жақсы болады. Осымен біз если және де если множество функциясымен
таныстық. Енді бір уақытта бірнеше операторларды қоса салыстыру керек болатын болса, біз жаңағы и мен илиді және бұларды егермен біріктіріп жазамыз. Егер және деген бар, егер немесе деген бар. Сонда бізде мына сандар мына аралыққа жата ма дейді. Яғни 10 мен 50-дің арасында 30 кіре ма дейді. Онда кіреді. Осыны жазап алайық. Ол кезде бізге логически пайдалануға да болады, немесе қолмен жазуға да болады. Мен қолмен жазып көрсетейін. Бірінші если деп жазып аламыз. Жақшаны жапсақ та болады. Пока что есliдің жақшасын. Енді ішіне кіреміз да и деп жазамыз. И жақшаны ашамыз. Бүйтіп айтам. Мынау ашық кіші болатын болса, мынау ашықтан, яғни түсінікті, диапазон деген. Келесі, мынау ашық кіші болатын болса, мынау ашықтан, онда шарт бітеді. Бүйтеміз де жақшаны жабамыз. Бүйтеміз де өтірікте қоямыз. Бұл ақиқат болатын болса, онда жатады деген мәтінді жазуымыз керек. Ішіне жатады деп жазам. Бұл ақиқат болғанда, ал жалған болғанда жатпайды деп жазам. Болды, жақшалар түгел, Enter'ді басамыз. 10 мен 50-дің арасында 30 жатады. 40 пен 50-дің арасында 80 жатпайды. Мынадан жатпайды шығады. Арасына шайық. 10 мен 90-ның арасында 89 жатады. 50 мен 60-ның арасында 50 жатады ма? Жатпайды. Дұрыс. Өйткені бізде формулада кіші немесе тең деп берген жоқпыз. Егер кіші немесе тең деп беретін болса, онда жататын еді. Қазір жатадығы өзгереді. Кіші немесе тең. Enter, уже жатады. 10 мен 40-тың арасында 20 жатама? Жатады. Бұл бізде егер және деген, яғни диапазон дегенді білдіреді. Енді келесі егер немесе деп айтылады. Өзара тең сан бар ма дейді. Яғни мыналардың ішінде әйтеуір біреуі бір-біріне тең ба дейді. Тең. Бірінші если деп жазып алайық. Есliдің жақшасын жауып қояйық. Бұл бізге ренжімесін. Бүйтеміз де ішіне немесе дегенді жазамыз. Немесе деген бізге или деп береді. Или. Бұның да жақшасын жауып қояйық. Ішіне қазір шарт жазамын да бүйтіп айтам. Бар, яғни өзара тең сан бар. Өтірнікте немесе өтірнікте ішіне жоқ деп жазам. Бүйтемді жақшаны жауып қоям. Мына жерде қажет емес ау деме өтірнікте. Пока қажет емес. Енді ішіне жазамын. Если мынау ашық тең болатын болса, мынау ашыққа бір шарт бітті ма? Бітті. Яғни 1 мен 2 кетті, 1 мен 3-ті салыстырам. Если мынау ашық тең болатын болса, мынау ашыққа кетті ма? Кетті. Келесі жолы 1 мен 2, 1 мен 3 кетті, енді 1 мен 2, 1 мен 3 кетті, енді 2 мен 3-ті салыстырам. Если мынау ашық тең болатын болса, мынау ашыққа, онда условия бітті. Enter'ді басамыз, бар дейді. Әйтеуір біреуі. Яғни мына екеуі тең ба? Онда мына екеуі тең болмаса болды. Ары қарап тартамыз. Соответственно, мына жерде 40 мен 80 өзара тең емес, 80 мен 50 де өзара тең емес, 40 мен 50 де өзара тең емес. Сол үшін жоқ шықты. 10 мен 89 өзара тең емес, 89 мен 10 өзара тең емес, бірақ 10 мен 10 өзара тең. Сол үшін бар деп шығады. 50 мен 60 тең емес, 60 мен 60 тең, сол үшін бар деп шығады. 10 мен 20 да, 20 мен 40 да, 40 мен 10 да бір-біріне тең емес, сол үшін жоқ деп шықты. Қорыта кететін болсақ, біз қарапайым теңдік операторын және и операторын, или операторын өздігінен қолдандық. Шарт оператордағы если операторын пайдаландық. Көп шартты тексеретін кезде если множествоны пайдаландық. Бір уақытта бірнеше операторды салыстыратын кезде если иді, если илиді пайдаландық. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода біз сіздермен статистикалық функциялармен танысатын боламыз. Видеода түсінбеген сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар, әрине біліп жатсақ жауап береміз. Но желательно өздеріңіз жазып көрсеңіздер болады с методом тыкания.